Ескі үй жайында аңыздар бар еді. Ауылдың адамдары оны қараңғы үй деп атайтын. Үй орманда, қалың ағаштардың ортасында тұрды. Оған ешкім жақындамайтын. Үйдің айналасында тыныштық орнайтын. Бірақ бұл тыныштық жанды тыныштандырмай, керісінше үрей туғызатын. Бір кездері бұл үйде бір отбасы тұрған екен. Бірақ олар бір күнде із-түзсіз жоғалып кеткен. Тек үйдің есігінің артында қанға боялған алақанның іздері қалған деседі. Сол күннен бері бұл үйде ешкім кірмеген. Кіргісі келгендердің бәрі біртүрлі жағдайларға тап болып, денсаулығынан айырылған, немесе тіпті қайтыс болған. Екі дос Арман мен Темір бұл аңызды естігенде оған сенбеді. Олар батылдық танытып үйдің ішіне кірмек болды. Бұл олардың өміріндегі ең үлкен қателік еді. Сағат түнгі 12-де олар үйге жетті. Айдың жарығы астында үйдің сұрқай бейнесі одан да қорқынышты болып көрінді. Терезелерінің әйнегі сынған, ал есік жартылай ашық еді. Бір түрлі сықырлаған дыбыстар іштен естіліп тұрды. Қорқатын түгі жоқ, бұл жай ғана ескі үй ғой, деді Арман, өзін сендірмек болып. Бірақ оның даусы сенімсіз естілді. Темір фонарды жағып, есікті итеріп ашты. Ішінде тастанды жиһаз, шаң басқан заттар және қабырғалардағы белгісіз жазулар тұрды. Жазулардың кейбірі қазақша, кейбірі түсініксіз ескі тілде еді. Бұл жай ғана шалағай балалардың ермегі болар деп ойлады Темір. Бірақ үйдің ішінде жүрген сайын бір түрлі суық сезілді. Бір кезде олар қабырғалардан әлдебір сыбырларды ести бастады. Алдымен бұл желдің дыбысы деп ойлады. Бірақ сыбырлар сөзге айнала бастады. Кетіңдер, бұл жел сендердікі емес. Арман қорыққанын білдіртпеуге тырысып, есікті қайта ашпақ болды. Бірақ есік жабылып қалған еді, ал тұтқасы суық темірдей қатып қалған. Темір оның жанынан өтіп, жоғары қабатқа көтерілді. Арман оған айқайлады. Қайда барасың? Төменге түс, бұл үйден кетуіміз керек. Темір оған жауап бермеді. Жоғары қабаттан оның аяғының дыбыстары ғана естілді. Содан соң тып-тыныш болды. Арманның жүрегі дүрсілдей соғып, досының артынан жүгірді. Екінші қабатқа шыққанда Темірді көрмеді. Бірақ ұзын дәліздің соңында әлдекімнің сұлбасы тұрды. Темір, бұл сенбісің? Деді Арман дірілдей. Сұлба оған бұрылып қарағанда Арманның денесі мұздап кетті. Бұл Темір емес еді. Оның беті адамдікі емес. Қараңғы түннің көлеңкесі секілді қара сұр, көздері жоқ, тек қана бос қуыстар бар. Арман не істерін білмей артқа шегінді. Бір кезде үйдің ішіндегі барлық шамдар жарқ етіп жанып, қабырғалардан адамдардың айқайы мен сыбырлары естілді. Қабырғалардағы жазулар қанмен жазылғандай көрінді. Арман есікті қайтадан ұрып ашпақ болды. Мен мұнда қалмаймын, Темір, деп айғайлады ол. Бірақ Темірдің дауысы шықпады. Ол жоғалып кеткен еді. Арман қашып құтылуға тырысты. Бірақ үй оны жібермеді. Ол таң атқанша ешқайда кете алмады. Таңертең орманға келген іздеушілер Арманды үйдің алдында есінен танып жатқан жерінен тапты. Бірақ Темірді ешкім таба алмады. Арман тірі қалса да, ол өмір бойы сол түні көргенін ұмытпады. Ал қараңғы үй сол орында қалды. Ел аузындағы аңыз одан сайын қорқынышты бола түсті.
Құрметті менің тыңдармандарым, сіздерге менің әңгімем ұнаса, лайк басып парақшама тіркеліп кетіңіздер.